Ойларым уюктамайды. Караңгы бөлме, терезеде жаңбыр, сыртымнан тынышпын, ішімде дауыл. Күлемін кейде, ешкім сезбесін деп, жанымды жасырам әлсіз демесін деп. Қанша рет құладым, санамадым, қанша адам кетті, қарамадым. Бәрі жақсы дедім сұрағанға, бірақ өзім сенбедім сол жауапқа. Өмір маған оңай жол берген жоқ, бір есік жабылса екіншісі де жоқ. Сонда да жүрдім, тоқтағым келмеді, себебі артымда қайтар жол қалмады. Ішімдегі көлеңке қалмайды менің бір елі. Өткен күндер сөйлейді, түн болған сайын күшейіп. Мен қашамын өткеннен, ол менен жылдам жүреді. Бірақ сынған жүрегім әлі де соғып келеді. Маған аяушылық керек емес, жалған сөздеріңде демеу емес. Қиындық көрмей білім дегендер мен жүрген жолмен жүрген емес. Дос дегендердің біразы жоғалды, ақша азайғанда айналам бос қалды. Сол кезде түсіндім, жалғыздық жаман емес, жалған адамнан тыныштық артық емес пе. Мен үндемедім, қорыққаннан емес, кейбір шайқас айқаймен шешілмейді. Жүректе қалған мың сұрақ болса да, уақыт бәріне бір күн жауап береді. Жарық жол, тек ұзақ жол, артымда өткен өмір, алдымда белгісіздік, бірақ мен әлі келемін. Ішімдегі көлеңке, енді сенен қашпаймын. Қанша рет құлатсаң да жерде мәңгі қалмаймын. Өткенім менің жарам, бірақ ол менің күшімде. Бүгін жалғыз қалсам да, ертең жетемін түсіме. Түн ұзақ, жол ауыр, бірақ мен әлі осындамын. Демек, бәрі біткен жоқ.